YouTube арнаға қош келдіңіздер. Сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан бомба тортын жасалу жолын толықтай көрсететін боламын. Ең алдымен темный шоколадымыздың жартысын водяной баняда ерітіп, содан соң жарты бөлігін қосып жақсылап араластырамыз. Бұл бізде шоколадқа темперирование жасау, яғни бір қалыпты температураға келтіріп, шоколадпен дұрыс жұмыс жасау үшін 30-32 градусқа дейін ұстап, жақсылап араластырамыз. Дайын болғаннан соң біздің бомба тортымыздың формасы, яғни жартылай полусфера деп айтамыз, 18 диаметрлік. Бұл кондитерлік дүкендерде бар. Бұның подставкасы, молоток барлығы сатылады қазіргі таңда. Осыған керегінше шоколадты құйып, ақырындап айналдыра отырып жүргіземіз, артық бөлігін алып тастаймыз. Содан соң бірден морозильникке 20 минутқа дейін қатырамыз. Толықтай қатқан шоколад формадан бірден шешілетін болады. Әбден қатқанша ұстайсыздар. Содан соң бомба торттың подставкасында дәл солай шоколадты құямыз. Үстіңгі бөлігінде свеча тұратын, оны да дәл солай. Менде формасы болмағаннан кейін осындай баклажканың қақпақ бөлігіне құйып шықтым. Барлығын құйып алғаннан кейін морозильникте 20 минутта ұстаймыз. Дайын болған полусфера бізде осылай ақырындап тартсаңыз бірден алынатын болады. Қатты тартып немесе сілкуге болмайды. Бұл мұздап тұрғаннан кейін жарылып кетеді. Одан кейін екінші бөлігінде дәл солай айналдыра отырып құйып дайындап аламыз. Бізде екі полусфера, подставкасы және үстіңгі бөлігі дайын болады. Оны морозильниктен қатырып ұстай тұрамыз. Дайын болғаннан кейін подставкамызге шоколадты жағып, бірден орналастырамыз. Бұлар мұздатқыштан шыққаннан кейін шоколадыңыз бірден қатып қалады. Сондықтан дұрыс және бірден орналастыру керек. Ішкі бөлігіне менде крем-чиз бен сливки, яғни вупи-пай торты болады. Вупи-пай тортының бөлек жасалу жолы менің YouTube каналымда бар. Крем, корж дәл солай біздің полусферамыз толғанша осылай жалғастырамыз. Үстіңгі бөлігіне корж және кремді жағып, біз тортымызды жинап аяқтаймыз. Содан соң үстіңгі бөлігін тегістеп, оформление жасайсыздар өздеріңіздің қалағандарыңызша. Ештеңе жасамауға да болады, жазу жазсаңыз да енді өзіңіз білесіз. Мен туған күн иесіне арнаған сыйлығымды осының ішіне салып жібердім. Атын жазып, осы бомба торттың ішіне салып жібердім. Яғни қазір жарған кезде ішінен сыйлығы шығатын болады. Осындай құлпынайларды қойып, барлығын орналастырып шықтым. Содан соң екінші бөлігімен жұмыс жасайтын кезде қолыңызға перчатка киіп алыңыз. Өйткені бір-біріне сәйкестендіріп, ол бомба торттарды құрастырған кезде шоколадыңыз қолыңыздың ыстықтығымен еріп, немесе бүдір болып, сондай бір із қалдыру мүмкін. Сондықтан перчаткамен жұмыс жасаған ыңғайлы. Жабыстыру үшін шоколадтан осылай айналдырып бір жағып, мінекей екінші бөлігінде дәл солай бірден өлшеп тұрып қоямыз. Артық шоколадтарын алып, жетпей қалған бөліктеріне де шоколадты жағып, одан кейін спатуланың көмегімен бір тегістеп шығамыз. Бомба торттың жасалу жолы негізі бірінші жасаған кезде қиындау болады. Егер қолыңыз үйреніп кетсе өте оңай торт. Шоколадтарды қатырып, бір-бірінен құрастырып шықсаңыз болғаны. Және бұл торттың ішіне көптеген әртүрлі кремдер, начинкалар, басқа да торттарды сала берсеңіздер болады. Енді бізде вупи-пай болғаннан кейін соны салып шықтым. Тегістеп болғаннан кейін морозильникке бір салып аламыз, бір 5 минуттай. Содан соң үстіңгі бөлігінде дәл солай шоколадпен жабыстырамыз. Менде бомба торттың корпусы дайын болды. Енді сыртқы вилюры, оған бізге какао маслы қажет, 70 грамдай. Оны әбден ерітіп, үстіне ақ шоколад қосамыз. Ақ шоколад екеуін араластырғаннан кейін, мен ақ түс болғаннан кейін диоксид титаны қостым. Егер қара, көк, әртүрлі түс беретін болсаңыздар, осы жерде қосып жібересіздер. Жақсылап араластырып, осындай краскопульттың емкісіне құямыз. Краскопульт менде Zubr фирмасынан. Керек мөлшерінің барлығын құйғаннан кейін біз тортты морозильниктен алып, артқы бөлігіне осындай заттар немесе пленкамен қаптап қойыңыздар. Өйткені бұл майлы болғаннан кейін жуу, сүрту қиындау болады. Барлығын айналдыра отырып жағып шыққаннан соң біздің тортымыз дайын болады. Оформлениесіне енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі жазулар, топперлер қадауға болады. Мен арнайы лазер центрге барып, туған күн иесінің атын және жасын жаздырдым. Оны да шоколадпен жабыстырып, бенгальский свечасын жақтық. Дәл осылай өте керемет болып шықты. Ұнаған болса лайктарыңызды басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.